Банка жабудан шаршаған қыздар сіздерге өзінің қарапайымдылығымен әрі дәмділігімен ерекшеленетін қызанақтың қысқа жабудың ең оңай әдісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі банкаларымыздың барлығын алдын ала стерилизация жасап аламыз. Стерилизация қалай жасау керектігін төмендегі описание бөліміне қалдырып кетемін. Осындай кішігірім көлемдегі қызанақтарымыздың барлығын таңдап аламыз алдын ала. Жуып тазалап, осылай міне банкамызға әбден құрғаннан кейін осылай банкамызды толықтай толтырамыз. Алдын ала міндетті түрде қызанақты жуып шайып кептіріп аласыздар. Толықтай банкамызды қызанақпен толтырғаннан кейін біз үстіне қазір қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Ыстық суды құйған кезде банкамыз жарылып кетпесі үшін қызанақтың үстіне қарай құясыздар. Сол кезде банкада сынып кетпейді және де қызанағымыз да тезірек жылынады. Үстіне су құйғаннан кейін бетін осылай қақпағын жауып қоясыздар. Тура осылайынан барлық керек банкаларымызға суымызды құйып аламыз. Менде барлығы осылайынан 3 литрлік банка жабатын боламын. 3 литр барлығы. Қазір енді қақпағын бәрін жауып болғаннан кейін бетін бұрамастан, қақпағын бұрамай, үстіне осындай міне сүлгімізді қойып қоямыз. 20 минут бойы қалдырамыз. 20 минуттың ішінде бізде қызанақтарымыз ыстық суда тұрып жылынады. 20 минут уақыт өткеннен кейін қайтадан бетін ашамыз. Енді осы банкамыздың ішіндегі тұрған суымызды қазір біз кастрюлемізге құйып алатын боламыз. Тура осылайынан барлық 3 банкадағы суымыздың барлығын кастрюлемізге құямыз. Енді біз қазір үстіне тұз және де қант саламыз. Менде 3 ас қасық толтырып тұз салынды және де 10 ас қасық қант салынды. Осы көлем бойынша жасаңыздар, тура осылайынан жасайсыздар. Егер де 2 есе қылып жасайтын болсаңыздар, барлық құрамына қосылған заттардың барлығын 2 есе етіп саласыздар. Міне барлық тұз бен қантымызды салып алдым. Енді жақсылап тұрып бір рет араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 100 мг су құямыз. Себебі біз қазір суымыз қайнаған кезде суымыздың көлемі азайып кетуі мүмкін. Әбден толықтай суымыз қайнағанда бұрқылдап, үстіне біз уксус қосамыз. Мен 9% уксустан 8 ас қасық қостым. Уксус қосқан кезде міндетті түрде отымыздың астын баяулатуымыз керек. Одан кейін қайнатпаймыз. Уксусты қосып болғаннан кейін араластырып алып, қайтадан банкамызға суымызды толтырып құятын боламыз. Бетмен бет болып толғанға дейін міне осылай суды құйып аласыздар. Және де су құйғаннан кейін міндетті түрде қақпағын жауып отырасыздар. Банкамыздың қақпағын, яғни крышкаларын қаттылап тұрып бұраймыз. Одан кейін осылай төмен қарай қаратып, сүлгімен немесе одеяломен орап 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін біз осы қызанақтарымызды қайтадан өз қалпына келтіріп, бөлме температурасында суытатын боламыз. Өзінің қарапайымдылығымен әрі оңайлығымен ерекшеленетін қызанақты жабу әдісі осылай міне көрсетіп өттім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.